Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біз духовкада піскен картоп қосылған пирожки дайындаймыз. Ең бірінші мен картопымды тазалап, мінекей, отқа қойдым. Бұл начинкасы біздің пирожкиміздің үстіне кішкене тұз саламыз. Менің картопым пісті. Енді мен оны езіп аламын. Бір пиязды алып, тазалап аршып жудым. Енді оны турап аламыз. Табаға құямыз. Және жуамызды қуырып аламыз енді. Пиязды табаға құйып, қуырып аламын. Картоптың үстіне, пюренің үстіне қуырылған жуамды қосамын. Мен мана картопымды қайнатардың алдында, пісірердің алдында тұз қосқанмын, бірақ тұзы жеткіліксіз екен, сол себептен тағы да кішкене тұз қосқым келіп тұр. Және қара бұрыш қосамын. Бұның барлығы енді сіздердің өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Осы ингредиенттердің барлығын жақсылап араластырамыз. Мен мана картоптан қалған суды төккенім жоқ, соның суы, оны суыттым. Енді мен бұған 2 шай қасық қант қосамын. Және 1 ас қасық дұрыс саламын. Енді осы қоспаны 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут уақытымыз өтті. 2 ас қасық шемішкі май қосамын, өсімдік майын. Және жарты шай қасық тұз қосамын. Барлығын араластырамыз. Және ұнымызды саламыз. Он енді менде жобамен 400-500 грамдай кетеді. Сізде одан аз кетуі мүмкін, немесе көп кетуі мүмкін. Яғни ол жаңа семьяңыз адам көп болса, семьяңызда көбірек қосасыз. Менің қамырым дайын. Оны бетін жауып, 1 сағатқа қоямын. 1 сағат уақыт өтті. Қамыр көтерілді. Енді ашамыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой, үлпілдеп тұр қамыр, жақсы көтерілген. Енді қамырымды бөлемін. Қамырды осылай қолмен басамыз. Және ішіне картопын саламыз. Мен пирожкилерімді противенге орналастырып қойдым. Пергамент қағазын жайып, Енді олар 5 минуттай тұрып менде көтерілді. Енді мен оларды мынадай қоспамен үстіне жағамын. Бұның ішінде 1 жұмыртқа және 1 ас қасық сүт бар. Барлығын араластырдым. Енді осымен пирожкилердің сырттарына осыны жағамын.
Енді мен пирожкиімді 180 градус қызған духовкаға шамамен 30-35 минутқа саламын. Мінекей мен барлық пирожкилерімді пісіріп болдым. Міне байқап көрсеңіздер, пирожки жұмсақ, мінекей. Ішін ашып көрейік. Міне осылай духовкада пирожки пісіріп тұрсаңыздар болады. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.